Барлықтарыңа сәлем. Бүгін осы видеода біз криптовалюта сатып алу және криптовалюталарға анализ жасау, қандай сайттар керек барлығын талқылаймыз. Біріншіден біз Binance деген сайтқа кіреміз. Бұл әзірше топ-1 осы криптоиндустриядағы сайт. Осы сайтқа регистрация жасағаннан кейін бірден бізде міне купить криптовалюту деген жерде кредитная дебетовая карта деген болады. Осы кнопканы басатын болсақ, біз прям теңгемен сатып ала аламыз. Мысалы үшін там минимальный сумма 6,5 мың теңге. Бірден USDT сатып алайық. Бұл доллар негізінде. И осынша біз 14,53 долларды сатып алған соң, мына жақ шетте бізде кошелек деген тұрады. Обзор кошелька. Основной аккаунт не тұр. Немесе кошелек деген жерде бірден fiat и spot деген жерге кіргенсеңдер болады. Солай істесек, кошелек, fiat и spot. Осы жерге кіргеннен соң бізде міне USDT. Осы жерде біздің суммамыз жазылып тұрады, қанша бар екенін. Және сендер басқа криптовалюта алған кезде, бұл сендерде осы списпен тұрады. Менде Bitcoin бар, Cardano, Sandbox, Gala и кете береді. Яғни бұл сендердің айтқанда личный портфолио, личный инвест портфель. Енді біз неге ең басында доллар сатып алуымыз керек? Өйткені міне долларға кіретін болсақ, USDT ең соңында обмен деген бар. Біз яғни мысалы үшін 14 долларға немесе 10 долларға өзіміз білеміз. Так, минимально мұнда 20 доллар емес, мысалы үшін переводқа 20 доллар. Именно биткоин, немесе BNB, Ethereum, кез келген криптовалютаға біз осы долларды ауыстырып аламыз. Сөйтіп біз кез келген криптовалютаны сатып аламыз былай айтқанда. Енді сатқан кезде қалай? Fiat и spotқа қайтадан кіреміз. Мысалы үшін мен Sandbox'ды сатып жіберейін десем, тоже обмен деген жерге басамын. Бұл жерде бағана санд жазамын. Куда? Доллары. То есть енді мен осы тұрған сандты долларға ауыстырып аламын. Одан кейін купить криптовалюту деген жерге қайтадан кіретін болсақ, бізде міне купить, оң жақ шетінде продать деген бар. Продать дегенді басамыз. Биткоины немесе жаңағы USDT. USDT, мысалы үшін біз 1000 доллар USDT бар. И продолжить басып, солай біз прямой біздің өзіміздің банковский картамызға сата аламыз. Ал егер де комиссия жағынан экономить еткілерін келсе, кредитная дебетовая карта емес, P2P торговля арқылы жасау болады. Бұл біраз қиынырақ. Но P2P торговля дегеніміз негізінде бұл кәдімгідей обменниктер. Егер де сендер көшеде жүрген кезде байқайсыңдар, обменниктер тұрады неше түрлі. Тура сол секілді. Бұл жерде ең бастысы міне fiat деген жерге KZT деп жазасыңдар. Теңге. Так, окей, подтвердить. И қарандар мне, бұл жігітте 1233 ордеров, 99,76% выполнено. Яғни бұл кісіге сенуге болады. Бұл 10 мыңнан бастап халық банкке перевод жасай алады. Яғни осы жігіт арқылы біз USDT сатып аламыз, немесе продать деген жерге кіріп, керісінше сатып жібере аламыз. Егер де осындай 10 ордер немесе 32 дегендер болса, олармен жұмыс істеудің қажеті жоқ, өйткені олар алдап кетуі мүмкін. Егер де алдап кетеді, обменниктарға сенбей қорқам десеңдер, прямой осы кредитный дебетовый карта арқылы жұмыс істей берсеңдер болады. Бірақ мұнда комиссия көбірек. Сонымен біз криптовалютаны қалай сатып алу, сату керегін білдік. Кошелек деген жерде байқадық. Енді бұл жерде міне деривативы деген жерде Futures USDM, Coin M. Бұл яғни уже биржа. Егер десінде биржада торговать еткілерін келсе, яғни трейдинг айналысқыларын келсе, прямой осы жерге кіре аласыңдар. Қызықты болса, осы жайлы мен отдельный видео түсіремін. Әзірше давайте бүгінгі тақырып осы криптовалюта болсын. Енді бізге желательно для начала екі сайт керек. Біріншіден бұл coinmarketcap.com. Яғни бұл сайтта жалпы бүкіл криптоиндустрия туралы жаңалықтар, немесе жалпы описание, фундаментальный анализ жүргізе аласыңдар. Міне бізде трендовый, номер 5-те Solana, номер рейтингті 3-ші орында Binance Coin, яғни осы Binance сайтының өзінің криптовалютасы, оны ақша салуға болады, оған сенуге болады. Міне бізде Cardano 6-ші орынға түсіп қалды. И арғараты кете береді, яғни сендер кез келген криптовалютаны ашып, оқып біле аласыңдар. Келесі сайт бізде cryptobubbles.net. Бұл сайтта біз қандай криптовалюта қаншалықты өскенін біле аламыз. Мысалы үшін қарайтын болсақ, мына жерге міне месяц, неделя, день, давайте бір күн деп қоя салатын болсақ, бізде қазір осы сайт көрсетеді бір күннің ішінде қандай криптовалюта қаншалықты өсті және қаншалықты құлады. Мына тұрған жерде бірден міне топ 100
немесе топ 200 300 өздерің қоя аласыңдар. Пока что 401 500 де полностью ала салдым мен. Топ 100 қоя салайық бірден. И мында қараймыз. Міне на тұрған 87% өсіп кетіпті. Яғни $1000 сен егерде осы криптовалютаны сатып алатын болсаң, бұл қазір примерно $1800 сатып жіберуге болатын еді. Енді мында ең қызығы, мысалы үшін мына криптовалюта бір айдың ішінде 88% өсіп кетті. Мына тұрған вообще 249% өсіп кетті. Давайте осыны басайық. Мына жерге кіреміз. CoinMarketCap. Оқимыз. Бұл яғни уже фундаментальный анализ. Не үшін бұл криптовалюта соншалықты жақсы өсті? Астына қарай апарсақ, міне описание тұр. What is Mobex? То есть мынаны кәдімгідей Google Translate-ке апарып, аударып оқи аламыз. Міне гейминг деген несі бар екен. Яғни қазір бізде Facebook метавселенныйға ауысқан арқасында көптеген игровые криптовалюталар өсіп жатыр. Сондықтан бұл криптовалюта тоже өсті. Яғни осы сайт арқылы біз біле аламыз. Бұл фундаментальный анализ деп аталады негізінде. Ал CryptoBubbles арқылы біз қарап отыра аламыз, кім қаншалықты өсті және кім қаншалықты құлап жатыр. Жалпы осылай не бізге керек: CryptoBubbles, CoinMarketCap және осы Bitcoin, Binance точнее. Сонымен осы достар, егер де сендерге криптовалюта арқылы ақша тапқыларың келсе, осы видеоның астында мен Telegram каналға ссылка қалдырып кетемін. Ол жерде біз командамен анализ жасап, қандай криптовалюта алдағы уақытта қаншалықты өсетінін байқап, біз сендерге айтып отыратын боламыз. Көріскенше сау болыңдар.